Сәлем достар, бүгін үй жағдайында бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын творожный пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін алдын ала бөлме температурасында тұрған сары майымызды және қантымызды салып миксерлейтін боламыз. Осылай миксерлеп болғаннан соң үстінен бір жұмыртқамызды салып, лопатамызбен кішкене араластырып, оны да миксерлейміз. Енді ұнымызға қопсытқышымызды салып, қамырымызды бірден емес, 2-3 бөлікке бөліп, оны да миксерлеп алатын боламыз. Осылай барлығын миксерлеп болған соң, кружка тәріздес болғаннан соң, қолымызбен жақсылап жұмсақ етіп, басып біріккенше қамырды илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Осылай кішкене илеп болған соң, енді қамырымызды формамызға бір тегіс етіп, жайып шығамыз. Жайып, шеттеріне де бортик шығаратын боламыз. Және вилканың көмегімен шеттерінің барлығын бір тегіс болып шығу үшін басып шығатын боламыз. Қамырымыз көтеріп кетпес үшін осылай кішкене вилкамен тесіп шықсақ болады. Енді ішіне салмасын дайындайтын боламыз. Салмасында менде сүзбе, қант, 1 жұмыртқа және 2 ас қасық қаймағымызды салып, бір қалыпта масса шыққанша миксерлейтін боламыз. Барлық құрамын төменге жазып кететін боламын. Осындай қоймалжың масса бізде дайын болды. Енді қамырымыздың үстінен бір тегіс етіп, оны да құйып шығатын боламыз. Барлығын бір тегіс етіп жайып болған соң, қалауыңызша өзіңізге ұнаған жемістеріңізді қойып, бетіне қойып шықсаңыздар болады. Менде шие. Барлығын орналастырып, 180 градусқа 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Біздің пирогымыз дайын. Достар, видео ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып